Россия, қала, Казань, тарихи орталық. Сол жақта қызыл ғимарат, оң жақта сары. Сары ғимарат екі тең емес бөлікке бөлінген. Жоғарғы бөлік төменгісінен үлкен. Онда екі қабат бар. Төменгі бөлікте тек бір қабат бар. Бұл горизонталь сызық ғимаратты шамамен тең жартыға бөлу керек сияқты. Ғимараттың жартысы жоғарыда, ғимараттың жартысы төменде. Бірақ төменгі жартысына анық биіктік жетіспейді. Ғимараттың төменгі бөлігі мұнда, осы тордың астында. Бұл жер астындағы өткел метрода емес. Бұл көшенің қазылған жер астындағы бөлігіне кіре беріс. Төмен түсіп, ішке кіреміз. Біз жол мен тротуар деңгейінен төмендеміз. Төменнен тордан қарап тұрмыз. Жақындатып фокустаймын. Көріп тұрсыз, сол жақта қызыл үй. Оң жақта төменгі жартысының биіктігі жетпейтін сары үй. Міне, үйлер арасындағы шекара. Терезе ойығы. Құрылыс кірпішпен жабылған. Міне, келесі терезе ойығы. Ластанған. Тағы бір терезе ойығы. Ол да кірпішпен жабылған. Қабырға әктелген. Шығыңқы карниздер көрінеді. Түсінікті, төменгі жартысының жетіспейтін биіктігі қайда жоғалған? Бұл ескі ғимараттың бұл бөлігі жер астында қалды. Көшенің деңгейінен төмен.